4 өңірден бірінші, екінші орын алып келген біздің 16 командамыз осы 3 күн бойы ақтық кезеңде осы ойынға қатысады. Ойын үлкен тартысты болады деген сеніміміз бар. Жалпы Назарбаев зияткерлік мектептерінің негізгі мақсаты осы мектептердің арасындағы спорттық ойындарды дамыта отырып, оқушылардың арасында командалық қарым-қатынасты, командалық ойынды көбейту. Ойындар өте қызықты болып жатыр. Біздің басқа командалар өте жақсы дайындалған. Және де осы спартакиаданың финалында ең мықтысы әділ жолмен жеңеді деген ойдамын. Барлығыңызға сәттілік. Бүгін біз Астана қаласында өткізіліп жатқан ништар арасындағы жерлік спартакиаданың бірінші күнін өткізудеміз. Бұл жаққа келген командалардың бәрінің ойындарын көре отырып, барлығының деліп өте жоғарғы деңгейдегі дайындықпен келгенін байқаймыз. Және де біз осы спартакиадада барлығына сәттілік тілей отырып, ништар бірлестігіне өте үлкен алғысымызды білдіреміз келеді. Себебі спорт денсаулық кепілі демекші, спортпен айналысу біз үшін және де біздің денсаулығымыз үшін өте зор пайда. Ништар арасында республикалық жарыс болып жатыр. 8 команда Қазақстаннан түкпір-түкпірінен келген. Финалға шыққан деңгейлері өте жақсы. Осы жарысқа олар жақсы дайындалған.